Біріншіден, амниотикалық сұйықтықты жұту. Ұрық ана жатырындағы амниотикалық сұйықтықты жұтады, себебі амниотикалық сұйықтық жастық қызметін атқарып, сыртқы тітіргендіруді азайтады. Амниотикалық сұйықтықты жұту ұрықтың жұту қабілетін алдын ала жаттықтырып, оны туылғаннан кейін емшек сүтімен емізуге дайындайды. Екіншіден, жүзу. Жүктіліктің екінші айынан бастап біз бәріміз де амниотикалық сұйықтыққа енеміз. Бұл біз үшін үлкен жылы бассейн болып табылады. Сондықтан біз әлі жатырда болған кезде амниотикалық сұйықтықта жүзуді үйренеміз. Жаңа туған нәрестелердің жақсы жүзуінің де себебі осы. Үшіншіден, кіндікпен ойнау. Жатырдағы ұрықтың жалғыз ойыншығы кіндік. Баланың саусақтары дам жетілген соң, кіндік оның ойыншығына айналады. Кейбір ұрықтар тіпті кіндік бауды өзіне орап алады. Егер кіндік баумен ойнау қолайсыздық тудырса, олар оны жібере салады. Төртіншіден, саусақтарымен ойнау. Ана жатырындағы ұрық кіндік баумен ойнап жалыққаннан кейін, ол инстинктивті түрде саусақтарын аузына салады. Көптеген сәбилердің туғаннан соң саусақтарын соруды жақсы көруі де сондықтан. Негізінде бұл әлі ана құрсағында жатқанда дамитын инстинкт.